Жаһандық індеттердің таралуында циклдық сипат бар деп айтып жатады. Сол қаншалықты рас? Мәселен, соңғы 4 ғасырда орын алған жаппай пандемиялардың ең ауқымдылары 20-шы жылдарға тұспа-тұс келіп отырған. Бұл туралы Еуразия бірінші арнасында да хабарлаған болатын. Атап айтсақ, 1720 жылы жаһан жұртшылығы Марсель обасынан жапа шекті. 1820 жылы Азия холерасы көп халыққа кесапат алып келді. Топ-тура бір ғасыр өткенде, яғни 1920 жылы испан тұмауы 150 миллиондай адамның өмірін қиды. Енді араға 100 жыл салып коронавирус келіп отыр. Бұл сәйкестік пе, әлде қандайда бір заңдылық бар ма? 1720 жыл бүкіл батыс Еуропа мен солтүстік Африка арасындағы сауда-саттық Францияның портты қаласы Марсель арқылы жүзеге асатын. Сол жылы Кипрден ішінде 6 мәйіті бар сауда кемесі келді. Су көлігі кәрі құрлыққа жұқпалы вирус алып келді. Ажар Шалдарбекова нумеролог. Бір қаладан екінші қалаға өткен саудагерлер өздерінің тауарлары әр түрлі металл, күміс, мыс, алтын тасып отырған. Сонымен қатар саудагерлердің өздері де осындай бактериялардың тасымалдаушысы болған. Індет әуелі порттағы қызметкерлерді қырып, сосын халыққа жаппай жұға бастады. Билік сауда тоқтамасын деп обаны жасырмақ болған. Бірақ бірнеше айдан кейін Францияның көшелерінде мыңдағы мәйіт шіріп жатты. Бір қаланың өзінде 60 мың адам өліп, дерт бүкіл мемлекетті дендеді. Хангел Дәбжанов тарих ғылымдарының докторы. 19 ғасырға дейін басты себеп табиғаттағы апаттардан болды. Жаңбыр болмай қалды, құрғақшылық жұт болып қалды. Ал 19 ғасырдан бастап ол экономикадағы монополизм, экономикалық жауапсыздық, экономикалық қылмыспен ұштасып жатыр. 1820 жыл, тура 100 жылдан кейін Азия жұртына жұт келді. Оған дейін әр жерде бір бой көрсеткен тырысқақ ауруы Үндістанды түгел жайлап, 4 жылда 900 мың тұрғынды опат қылды. Індеттің негізгі себебі айларға созылған аптап пен өзендердің шамадан тыс ластануы. 2 ғасыр өтсе де адамзат холераны әлі жеңе алмай келеді. Тырысқақ ауруы талай адамды топырақ жамылдырып жатыр. Евгений Никитин, вирусолог. Одан кейін талай ұрпақ ауысты, бірақ вирус ешқайда кеткен жоқ, тығылып жатыр. Бірақ уақыттан соң қайтадан шығуы мүмкін. Өйткені кез келген ауру 4-5 ұрпақ ауысуынан кейін қайталанып отырады. Болашақта тағы дүмпулер болуы мүмкін. 1920 жыл, арада тағы 100 жыл өтті. Нәубеттің назары тағы Еуропаға түсті. Адамзат тарихындағы ең жауыз эпидемия Испанияда басталған еді. Осы елдің атымен аталатын тұмау жер бетінде 550 миллион адамға жұғып, 100 миллионға жуығын жер жастандырды. Бұл бәлекет адам атаулына едәуір азайтып қана қоймай, болашаққа балта шапты. Өйткені қаза болғандардың барлығы нағыз демографияға үлес қосатын 20 мен 40 жас аралығындағылар еді. Хангел Дәбжанов тарихшы. Өнеркәсіптік төңкеріс бұрынғы өнімсіз қол еңбегін машинаға, автоматтандыруға айналдырды да, енді бір сәттің ішінде 1000 миллион өнім шығаратын болды. Ауада, суда, топырақта бұзылды. Осындай себептер, медициналық, экономикалық, әлеуметтік себептер осының бәрі аяқ асты індетке ұрынып, қорғансыз адамдар қырылып қалды. 2020 жыл, тура бір ғасырдан кейін адам баласы өпірімдеп жүріп бетін қайтарған тұмау типтес бәлекет басына тәж киіп тағы келді. Коронавирус 3 айдың ішінде 300 мың адамға жұғып, 180 елде 13 мыңға жуық науқас жан тапсырды. Амантай Исин тарих ғылымдарының кандидаты. Күн қатты энергия шашады да құрғақшылық немесе басқа бір қиыншылық болады. Бұл цикл айналып келіп отырады. Мүшел дегеннің өзі осындай ұғым. Бір жерде ғарыштық күштердің әсері бар. Осыдан кейін сұрақ туындайды. Бұл цикл ма, пандемиялар 100 жыл сайын тұрақты түрде қайталана ма? Құралай Бақытқызы нумеролог. 1720 жылда чума болды. 1820 жылы холера болды. 1920 жылы испан дерті және тағы да көп аурулар болған. Және 2020 жылдар, бұл жылдарды қосып орта есеппен сандарды қарайтын болсақ, ешқандай да сәйкестік жоқ. Мысалы, 1720-ны қосқанда биылғы жыл 4 саны шығып тұрса, ол жақта 1 саны, 2 саны, 3 саны 4-пен келе жатыр. Яғни бұл жерде ешқандай сәйкестікті байқамадым. Бұл дегеніміз, әр 100 жыл сайын жаһан жұрты жаман хабар естіп, жаппай қырылып жатады деген сөз. Қорықпайын десең, осы коронавирус туралы кезінде анау бүйдепті, кейін мынау сүйдепті дейтіндер көбейді. Рас өтірігін қайдам, жұқпалы дерт жайында Ван Гази де болжап тастаған екен. Айна жылында, яғни екі жағында сандары бірдей
жылда жер бетін ауру жайлап, әлемге әжептәуір қауіп әкеледі депті. Қандай жағдай болмасын, қазіргі соғыстың алдыңғы шебінде жүрген дәрігерлерге алғыс білдіреміз. Бұл соғыс бізге бір-ақ нәрсені үйретті. Біз бірлікте ғана барлығын жеңе аламыз. Сол үшін жақындарыңыздың амандығы үшін үйде қалыңыз.